Мархабат байғұт, бес асылыз, бес дұшпан. Толғаныз. Абайды оқы Таңырқадан, абайды оқы орында дегенге көшер кез келді. Автор. Бес асылыз. Абайды оқы Таңырқадан, абайды оқы орында дегенге көшер кез келді. Талап. 1-2 жылдай бұрын Шымкенттегі шаһарыңыздағы Абай атындағы қалалық орталық кітапханада Адамзаттың Абайы атты кеш өткізілді. Құдайға шүкір, кітапханаларда ондай іс-шаралар аз емес. Ал Адамзаттың Абайы аталған әлгі әдеби кешіңіз осы күнге дейін мазасыздандырып жүр. Неліктен дейсіз ғой? Кітапханашы қарындастарға өкпе жоқ, жан-жақты дайындалған ұлы ақынның өлеңдері, теңдессіз ойшылдың қара сөздері оқылды. Байыпты баяндама бар. Әрегідікте әндері әуеледі. Алайда оқу залында отырған 70-ге жуық жеткіншектің қалғып мүлгіген марғауына, сөйлесек салғырттығына қарап қорқып кетесіз. Жүрегіңіз солап қоя береді. Адамзаттың Абайы алашаңыздың оғландары мен қорландарына тіпті де қажет емес сияқты. Адамзатыңыздың Абайы алыстағы, әлде қайдағы. Әйтеуір қазағымыздан басқа бір адами заттарға керегірек секілді сезінушілікті сезіп, селк ете түсесіз. Содан бері мен қарата бізді ой толғақ қылғындырады, қинайды. Бәлкім кінәнің біразы бізден болар. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дегенді балабақшада, мектепте, үйде де, кештерде де, тойларда да, жиын жиналыстарда да орынды орынсыз, жөнді жөнсіз, тым көп қайталап, көке кезулене көпіретін, мағынасыз мыжып жөнелетін сөздерімізге сауатсыз, қам сауапсыз, сәулесіз тақпалап, жас өскіндерімізді ағырлап жібереміз-ау деуге мәжбүрміз. Кім білсін ай, кім білсін? Абайыңыздан үзіп жұлқыған үзінділерді көп кірістіргенімізбен кірпіштерінің кілтипандарын келістіріп мәністей алмай, көген көздеріміздің көңілдері мен кеуделері керексінер кілттерді таба алмай, тайға маңдайлық танытып жүрген жоқпыз ба осы, дейсің тағы да. Абайыңызды абайлап айтқан абзал-ау, Абайды зейіндей оқымақпен зерделей тоқымақ алаш баласының, қазақ ұл-қыздарының ең басты, парасатты парызы екендігін Әлихан Бөкейхан мен Ахмет Байтұрсынұлы сынды Алашорда асылдарына о бастан бүгінгі Мекемтас Мырзахметұлы, Мырзатай Жолдасбекұлы Тұрсын жұртбайларға деген толғабақ, қозғабақ, тағылымдабақ келе жатқандары баршылық. Қазақ өлеңінің Сұлтан Махмұттайын Сұңғыла сұлтаны, Абайды оқы Таңырқа деп ұлағатты ұран көтергелі де 100 жыл уақытты артқа тастап үлгеріппіз. Абайды оқы орында деген тегеурінді талапқа көшетін кез келді. Бұлай етпекке себептің неде екенін екінің бірі түсінеді, түйсінеді, мыжымақтың мәні жоқ. Біле білсеңіз, түсініп түйсінсеңіз, қазіргі Қазақстан 2050 стратегиялық бағдарламасы мен одан бұрынғырақта ұлысыңызға ұсынылған жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам бағдарламада Адамзаттың Абайы мақсат тұтқан мұраттар, алаш баласына аманаттаған асыл істер алтын арна болып тартылғандай. Осы орайда Абайдың 5 асыл ісі көкейіңізді көктей өтіп, көкірегіңізге сәулелі нұр құяды. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс
көнсеңіз. Талап. Осы талап деген сөз, талап деген ұғым ұлы абайыңыздың өлеңдерінде де, қара сөздерінде де жиі кездеседі. Олай болмағанның, солай демегеннің себебін Асқар Сүлейменовше саралай алмаспыз. Алайда түсіну мен түйсінудің ара қашықтығын аңғармақ кім-кімге де керектір. Абайыңыз өше жүріп, уайым шегіп, қайғы жұта жүріп, кешегі, бүгінгі және ертеңгі қазақ өскінінің де, жасы мен жасамысының да талап қылмағын қағидалады. Тек жас баланың, боз баланың, қыз баланың, ересектің, егденің, бай болыстар мен билердің, орташа мен кедейдің, жеке адамдардың ғана емес, жалпы жұртының, қайран қазағының талабы оңғарылса екен, талап жолындағы қадамы құт берекеге кенелсе екен, пейіл пиғылы мен нысай ниеті ізгілікке негізделсе екен деген толғанысқа түсті. Уайымдады, ой азабын тартты, еңбектенді, өзі де ұлы талап жолын, ұлы еңбек жолын, кемелде терең ойдың жолын, қасиетті қанағат пен риясыз рахым жолын, абай жолын салып саралай берді. Сол жолда сол мұраттар үшін мертіліп мерт етті. Қайран қазақ үшін құрбан болды. Талаптың да талабы бар. Қақым абайыңыз Қақтағаланың қалауымен махаббатты көркем мінез һәм кемелдік үшін жер бетіне жіберілген адами затыңыздың талабы ең әуелі ізгі болмағы керектігін кестелей білгендігімен бірегей. Талай ізгілігімен ғана құнды деген қағиданы тектілікпен түсінгеніңіз ләзім. Абай осыны аңсайды, қалайды. Қара сөздеріне қараңызшы. Қулық, саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біразы шарттары бар. Оларды білмей, іздегеннен табылмас. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талаптың ішінде адам баласы көбіне басына қадір іздеп, сол талапта болады. Біреуі мал қуып жатыр. Сараңдықпен, арамдықпен әйтеуір мал тапсам дейді. Мұнысы рас. Қазақтың өз құқығына қарағанда, бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда қазақ түгіл көңіл жеркене тұғыныз. Талап бар, талапкер бар. Өз басымыз осы күнгі қолданысқа жаппай еніп, абитуриентіңізді алмастырған талапкер термині қарадай қарсылардың қатарындамыз. Абитуриентті өзгертсек, онда студентті де міндетті түрде өзгертуге тиіспіз. Талап ізгілігімен ғана құнды дегенді меңзей отырып, адамзатыңыздың абайы әуелі көкіректі тазаламақ керектігін таразылайды. Ал енді абитуриент деңіз, мейлі талапкер деңізші, бәрінің талаптары ізгілікке негізделе ме? Мәселен, болашақта сот, прокурор, қаржы полицейі, ішкі істер полицейі, тергеуші, тексеруші, тағысын тағылар болмақты көздейтін талап иелерінің түпкі мақсаты түгелдей ізгідей аласыз ба? Әлде? Егер басқалай болса, оның себептері неде? Қандай бүгінгі заманның, қазіргі қоғамның және адамның тұрғысынан толғаңызшы. Талап турасындағы абайыңыз аңғартар астарлар қат-қабат қой. Еңбек. 5 асыл істің екіншісі еңбек. Абайдың айқындамасына көнсеңіз әрине, талап еңбек терең ой, қанағат рахым, ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Ұлы ойшыл, данышпан ақын
көнсеңізді тек ұйқас үшін ғана қалып отырған жоқ. Ұйқастырамын десе, шеберлік шыңындағы шайырыңызда сөздің құнары да, құрамы да, асылы да асып төгілер. Талаптанар ма екенсіз, еңбектен ерінбейсіз бе? Терең ойланбаққа санаңыздың сапасы жетер ме? Қанағатқа шыдарсыз ба? Рахым жасамаққа құштарсыз ба? Орындары орасан 5 асыр іске көнсеңіз бе? Көнесіз бе? Көнсеңіздер, көнсеңіздің мәнісі өте-мөте мәнерлі, тым-тым тереңде. Абайыңыз талаптан да көрі еңбекті көбірек келтіреді. Қартайды, қайрат қайтты, олғайды арман. Шошимын кейінгі жас балалардан, терін сатпай телміріп, көзін сатып, теп-тегіс жұрттың бәрі болбаларман деген шерлі шумағындағы шайырыңыз еңбексіздіктің дертке айналғаны туралы еңіреп отыр. Осы ұзақта өлеңінің соңына таман бейлейді. Ант ішіп, күнде берген жаны құрсын, арын сатып тіленген малын құрсын. 100 жылдан астам уақыты қара өлең құйластары мен кескінделген кеселдеріңіз құйқа тамырыңызды шымырлатар. Шүйдеңізді шыңылдатар. Қазіргі қын қуыттанған заманда Абай аңдатқан ақлақтығы ақтаңдақтар бүкіл адамзатыңызды алаңдатып отырғаны анық. Еңбек, бәрінде жеңбекті жиірек жазамыз, көбірек айтамыз. Сонымен қатар адал еңбектің, адал еңбек адамының бағаланбай бара жатқанын да қатты уайымдаймыз. Шыңдап, маңдай терді төгіп, көзін тауып, кәсіпті игеріп, алдамай адал еңбек ететіндер жоқ десетіндер бар. Жоқ емес, көп. Мына біздер бизнесмендер секілді бейнеттену керек кәсіпкерлер күн сайын көбею қажет десетіндер де аз емес. Социализмнің ортақ өгізі гүрс етіп құлап тынғаннан кейін оңаша бұзаулардың соңына түсуіміз алуан түрлі сипат алып, психологиялық тежелістерге тап болғанымыз әлі күнге дейін мойындауға тиіс нәрселердің өзін мойындағымыз келмейтіні және белгілі. Адал да таза дейтұғын еңбек шіркіннің табиғаты да еңбек туралы түсініктер мен ұғымдар және көзқарастар да мүлдем өзгерді. Өре мен өрістер де өлшемдер мен өзгешеленді. Өршеленген өзімшілдік, өжеңдеген өзім білер мендік, жекешелендірілген жекенің, жеке меншіктегеннің жөні осы екен деп оспадарсыздану, оғаштанған жағдайларды көріп біліп жүрсіз. Санада да, қалада да, далада да күрделі құбылыстар жүріп жатыр. Күрмеуі түйіндер аз дей алмайсыз. Бәрібір Аллаға шүкір, тәуелсіздікке тәубе дейсіз. Қазақ елінің 20 шақты жылда 100 жылға татитын жолы жүріп өткенін ешкім жоққа шығара алмайды. Еңбек, бәрібір еңбек болып қала бермек. Абайдың екінші асылысы еңбек ерекшелігін жоймақ емес, заманына, қоғамына, адамына қарай біраз түрленеді. Сайып келгенде қадір мен қасиетін табады. Абайдың еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген қанатты қағидасы ескермейді. Қайта әлеуметтік жаңару мен әлеуметтік жаңғырту шынайланған сайын шыңдағы шынардай зау заңғарлана бермек. Қазақстанымызда ғана емес, бұрынғы кеңістігімізде де, тмд елдерінде де және оған кірмейтіндер де еңбекке қатысты өзекті мәселелер талқыға түсуде. Таразылану үстінде мағлұм болды. Еңбек ететіннің де еңбексіз ақ түрлі жолдармен жеңіл ақшаны
күрек табатындардың да тұтынушылық талабы еселеп артты. Ләззатшылдық сұраныстары сұрапыл өсті. Бұл бір жағынан түсінікті де, теңгермешілдік, тайқы маңдайлықтан кейін тап осылай болатыны, көптеген күтпеген кесел кесапаттарыңыздың белең беретіні белгілі тұғын. Өкінішке қарай Абай данышпаныңыздың диагноздарын адамзатыңыз да, оның ішінде алашыңыз да аңғарғысы келмеді. Жете ескермеді, жіті ұғынбады. Енді ғана кеңістіктегі тәуелсіз мемлекеттердің кемелдері мен кенендері еңбек турасында текті талқылаулар өткізіп, бәтуа жасамаққа әрекет етуде. Қарап, қадағалап қоясыз. Жеңіл ақшамен жеңіл табыс, желпі шабыс пен желең желіс жақсылыққа апармас. Жақсы өмірге талпыныс еңбектегі шынайы жеңістермен және жемістермен өлшенеді. Еңбек сүйгіштік пен адал кәсіпкерлік және біліктілік бағалансын. Әлеуметтік жаңару мен жаңғырудағы сандық және сапалық көрсеткіштер мемлекеттің азаматтарға қатынасындағы өзгерістер мен өлшемдер өнегелі өріс алсын. Патерналистік модельден арылып, икемді де, иілмелі иінді де, тиімді әдіс тәсілдерге көшуді ынталандырайық дегендей бағдарлар мен ұлағатты ұстанымдар тмд елдерінің бәріне дерлік ортақ мүдделерге айлана бастағандай. Осынау орайларды да оралып тағы айналып қайта Абайға жүгінесіз. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң қара жерде береді, құр тастамайды. Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуан боласың. Адамзаттың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды. Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң болғаны, іздегенің сол. Егер мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтың кеселі болады. Ай, айналайын, Абай-ай. Терең ой. Адамзатыңыздың Абайы терең ойға, терең ойламаққа, ойлаудағы дара ерекшеліктерге, ойлаудағы данышпандыққа қалай жетті? Әлбетте, әуелі Алла айрықша жаратқан еді Абайыңызды. Алашыңыз үшін, адамзатыңыз үшін, қазағыңыздың бақыты үшін, біздің тау түкпіріндегі тау бүстелі дейтұғын ауылымыздың ақсақалдары, болмаса да болатындар бар, болмаса да болса да болатындар бар, болмаған да болмайтындар бар. Абай данышпан, болмаған да қайран қазақ не болатын еді десіп, жаңылтпаш айтқандай жұмбақтап отырушы еді жарықтықтары. Онша түсінбейтінбіз, ақылымыз кеш кірді ғой. Алла тағала алашқа Абайды берді. Жаратқанның бұйыртуымен қазақ халқы әлемге Абай дайын перзент әкелді. Абай өмірбаянның төрт түрін теріп, кестелеген суреткеріңіз Мұхтар Әуезов 1950 жылғы соңғы нұсқасындағы Құнанбайдың 41 жасында туған Абайыңыздың өзіне ғана қас ерекше тағдыры болғаннан баян етеді. Екі шешенің тел баласы бопты. Аңқаулығы, нанғыштығы және
тентектігі де бар екен. Үйіне қонған қонақтардың ертегі әңгімелерін құлай тыңдаған. 10 жасында әкесі семейге әкеп оқуға берген. Қырда да шамалы сауаттанғаны белгілі. Медреседе 3 жыл оқиды. Аса зерек, ұғымтал. Бір естігенін жатты болатын алғыр болады. Өз бетімен көп ізденіп, араб, иран, шағатай тілдеріндегі әдебиет мұраларын игерген. Приходская школада орысша оқи бастаған. Өкінішке қарай 13 жасында оқуынан яки медресе мектептерінен қайырып алған Құнанбай ел билеуге қарата қарқындата баулыған. Одан әрі тарихы талайлы, теперішті көп тартқан халқына қорған бола білмекке бет бұрыс. Мыңмен жалғыз алысу, жалақорлық пен бәлеқорлықпен бетпе-бет келу, жол іздеу, торығу, зәкүндерді зерлеу, орыстың тілі мен бай әдебиетін сәулелі санамен меңгеру, шығыс шынарларына барған сайын терең бойлай беру, өзін өзі тану һәм табу, ақындығы мен ойшылдығын жан-жақты дамытып, кітап дүниесімен бір жолата бауырласып, біте қайнасып, достасу. Ақау семейіңізде 6 ай қыста кітапханалардан шықпауы Михайлис, солардың сілтеуімен және өз түйсігімен тани түскен Пушкиндер, Лермонтовтар, Криловтардың, Толстойлар мен Белгинскиндер мен Герцендер, Чернышевскийлер мен Салтыков, Щедриндер, Некрасовтар, Байрондар, Гетелер, Спенсерлер мен Спинозарлар, Дреперлер, Мишкевичтер. Ақырында Абай елге де білгіш, кемел, халық қайраткері болып танылады. 40-қа таман келген уақытта бұрынғы дүниенің асты үстіне шығып өзгерді. Күншығысым күнбатыс, күнбатысым күншығыс болып кетті дейді. Абай әрбір жақсы сөзді оқығанның артынан соның ағымына ақыл ой мен терең бойлайтын әдеттер табады. Терең ой Абайдың айқындауында 3-ші асылыз. Терең ойды 3-ші орынға терең ойланып қойып отырған ұлы ойшылыңыз ертоянды, ойланды, жете алмады, етек басты, көп көрді елден бірақ. Қазағына халқына ұлы жол салып берген Абайыңыз алайда ой кіргелі тимеді ер көзіме, сандалма мен күн кешкен түс көзіме деуге мәжбүрленді. Абай ойлай білмекте, ой тереңіне бойлай білмекте, соны сапарларға танытты. Әділетсіздікке, зорлық-зомбылыққа, парақорлыққа, бәлеқорлыққа, надандыққа, өлеңі мен өнерін, терең ойын қарсы қойып, аяусыз күрес ашты. Өзге жаңалықтарын, өрелі өрістерін, көркемді көкжиектерін, құнарлық құпияларын айтпағанда, Абайдың өлеңі мен өнері, кемелдігі мен көрегенділігі, терең ойлары мен әлеуметтік жаңару мен әлеуметтік жаңғырту мұраттарына қалтқысыз қызмет жасады. Сондықтан да Мұхтар Омарханұлы Әуезов мәністегендей билік буындарындағы надандар Абайыңызды көпе-көрнеу мұқатуға, жазықсыз жала шептіруге, жазалап қор етуге тырысты. Абайдың адамшылдығын, халық сүйетін адал атағын, абыройын өлердей күндеді. Жауыздықпен жауықты. Сол жауыздық адамзат Абайының терең ойын, ғажайып ойшылдығын да көре алмады. Күндеді, күйінді. Оған Абайыңыздың өзі де өте-мөте кінәлі ғой, әрине. Қараңызшы, ойға салып байқаңызшы. Ойланар едіңіз, елдің сыйқы жоқ, ойланып түзелеме деп айтқанмын. Ойланшы, сыртын қойып сөздің ішін, ойсыз құлақ ала алмас ондай сынды. Ойымда жоқ, жарымдақ,
ойсыздарға қосылма бір тәуір дос, тымақ керек, ойы мен тілі бөлінбес, ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда, ой кеселдері уайымсыз, салғырттық ойыншы күлшілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күлді ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Алла тағала өзі хақиқат еткен растықтың жолы. Қиянат, хақиқат пен растыққа дұшпан, дұшпан арқылы шақыртқанға дос келе ме? Абайдың шығармалары терең ойдың өзіне де, сөзіне де шалпылдап толып, шымырлап қайнайды дейсіз. Өлеңінің бір ғана жолында 2 мәрте, кей шумағында 3-4 мәрте қайталанатыны бар. Ойды, ойланды, ойлауды, оймыштай отырып, әлсін-әлсін терең ой тіркесімен түйіп тастайтынына тәнті боласыз. Ой сөзін әдейілеп, инверсиялық ишаратпен әдіпті еселеп, санаңызға сәулелеп сіңірмекті көздейтіні кемеңгерлігіне қайрансыз. Абайыңыздың толық адам немесе кемелгісі, жәуен мәрттілік жөніндегі теңдессіз терең ойларын абайтанушы абзалдарыңыз айтудан ақ айтып жүр. Айналамызға да ақырында түсе бастағаны қуантады. Әрбір ғалым қақым емес, әрбір қақым ғалым дейді қақым абай. Аллаға шүкір, тәуелсіздікке тәубе, терең ойға, терең ғылымға бет бұрыс байқала бастады бізде. Қанағат. Қанағаттан қанағат қашқалы қашан. Бірер жыл бұрын біз бір шығармамызды осылай бастаған еді. Әдетте қағазға түсетін қандай көркем дүниеде алғашқы сөйлемге байланысты болатындығын қалам ұстаған қаламгерлердің көпшілігі мойындайды. Әлгі әңгімеміз сәл-пәл тәуірлеу туындылардың қатарындағы аталыңқырайдай деймін. Сол дүниемізге, қанағатыңызға өз әлімізше өзгелердің де назарын жықпақты көздеп отырмыз. Қанағатты қашқан, қанағаттардың құрдымға жұтылғаны адамзат тарихынан белгілі. Қанағатты қандай қоғамдардың ақыры аян. Небір дұшпандар қоғамның жаны адам дейді. Қоғамның сапасы сайып келгенде адамның сапасынан кесіп азапқа буылыпты. Олай болса, жеке адамдардың қанағатсыздығы, құнығушылығы, тойымсыздығы, сонымен бірге тоғышарлығы қоғамның яки қанағаттың құлдырауына, әділеттің жүдеуіне, ақиқаттың жадауына әкеліп соғады. Қанағатыңыз қасиетті, қанағатсыздығыңыз қасіретті. Осындай ойларды әдеби әңгіме арқылы да аздап аңғартайықшы деген мақсат қой біздікі. Қанағат қасиетті Құран кәрімді қараңызшы. Сүрелері мен аяттарында соларды түсіндіре тәлімдейтін тәмсілдерінде қанағат дейтұғын қасиетті тұнып тұр. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис шарифтерінде бағамдаңызшы. Бастан аяқ қанағатқа толы емес пе? Хазіреті Омар аз ғана демалғалы көз шырымын алған пайғамбарымыздың бетіне төсеніш еткен шидың шиыр ізі түскеннің байқап, көңілі босап жылаған күйі бүй деген ғой. О Алланың сүйікті елшісі, өзге елдің патшалары құс жастық, мамық төсекте жатқанда сіздің мына қатты шиді төсеніп жатқаныңыз қалай? Біз сізге жайлырақ төсек алдырайықшы. Сонда Мұхаммед пайғамбарымыз байыппен ғана, жоқ, қажеті жоқ. Бұл дүниенің алдамшы, қызылды жасылды қызығы солардікі ақ болсын. Ақыреттегі мәңгілік өмір біздікі болса жеткілікті емес пе деген екен.
тамақтанудан да пайғамбарымыз қанағаттан титтей аспаған, асқазанның 1/3 тамаққа, 1/3 суға, 1/3 ауаға қалдырыңыздар. Алла ашуын төгетін ыдысы толы асқазан дегенді де аманат еткен сол кісі ғой. Қанағат қазіргі уақытта қазақ халқының, қазақ қоғамындағы қанағатсыздығымыздың ахуалы нешік? Әрине, жоғары меңзегеніміздей жақсы жақтарымыз жетіп артылады. Табыстарымыз толағай. Адамдықтың рәмізі шүкіршілік дейді Хадис шариф. Шүкір. Алайда тап осы қанағатқа келгенде көбірек күрсінерсің. Көз алдымызға азайып кеткен айналайын қарлығаш елестейді. Қанағат пен қарлығаш егіз қатар сияқты сезіледі. Әне бір әсіреңкі, әулекті, жалпос, қам жауыз, жыртқыс құс, сұр қоңыр, алақанат, аяр, алаяқ, торғай көбейіп, қайырған қарлығаш неліктен кеміп барады. Сұр торғай неткен сұм торғай деп қайнар олжай шырыл қақты. Тынымбай Нұрмағамбетов пен Жүсіпбек Қорғасбек жүрек сұбылдатты. Мына бізде біраз бейпазданған боламыз. Бәрібір қарлығашыңыз бен Нәурізегіңіздің иман ұялаған ұяларын ұят аятсыз алақанат жекешелендіріп тартып алып, ән әуездерін де иемденіп, рөлдерін алаяқтықпен атқарып жүр. Қарлығашпен қатар қанағатсыздығыңыздың да қанаты қайырылып, Нәурізегіңіздің нәпсісі қырып жоятын жағдайлар жоқ дей алмаймыз. Ауылда тұрдық, үйімізге қарлығаш ұя салатын. Ауданда тұрдық, өзгелерді де таңырқатып, босағамызды биігінде қарлығаш әндетіп тұратын. Шымкентіңізге көштік. 5 қабатты бетон үйдегі пәтеріміздің есігі үстіне қарлығаш үйірсектеп ұя салды. Подъезд бойынша бізде ғана бар тұғын. 10 шақты жыл болды, сол қарлығаштар қайда кетті екен? Қайда қайдалап іздейсің? Сұм торғай ғана ма кінәлі? Әлде мына біздің де қанағатымыз қанғалап қаға бастады ма? Деп де қорқасың. Алла тағала кешіргей. Айналайын абай-ай, қанағатты қалай қасиеттеген. Ғылым тұрғысынан да таразылап, тазалыққа, адалдыққа, имандылыққа, жауаннарлықке жетелегісі келіп, өлеңімен де жетегіңізге жеткізе жырлайды ғой. Абайыңыз өлеңінде де, қара сөзінде де қанағатсыз байлар туралы тіліп айта білген. Мен боламын демеңдер, аяқты алшаң басқанға, екі көзің аларып, құрғыр қарайсың аспанға. Бұл өлеңде ал енді қара сөзі мынадай: көңілдері көкте, көздері аспанда, адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Соның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұятты, ары, жақыны бәрі мал. Айналып қайта оралып тағы абайыңыздағы әділетті, ізгілікті іздейді. Бәлки ғадалет барша ізгіліктің анасы дүр. Ынсап, ұят бұл ғадалеттен шығады. Қандай қоғамыңызда да, адамыңызда да әділеттің басымырақ болғаны не жетсін шіркін, не жетсін. Рахым. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат дейміз. Абайыңыз 5 асыл істің ең түпкі түйінінде рахымыңызды нұсқап отыр. Я, баршаңызға рахым, жаратушы иемізден болғай. Рахым дегеніңіз Алла тағалаңыздың нұры, айрықша сипаттарының бірі, әрі құдіретті күшті Құдайымыздың бір есімі. Машқардағы есеп алдындағы адам баласының рахымдылық, риясыз қылықтар қаттырақ сұралады, әрі қалтқысыз қысапқа тіркеледі.
бес асыл істі бәдіздеп бедерлеп беріп кеткен ұлы ақыныңыз ғылымды, рахымды, әділетті өзгеше өрелеп, өзгеше өрнектеп көрсетеді. Абайтанушылар асқақтата, айрықшалап, тіпті Мекемтас Мырзахметұлы сынды мінайы мінезді, шынайы ниетті ғұламаңыз Яссауи мен баласағынан бастап Құнанбайұлының қайнарлатып ыждахат, адамгершілік, жауан мәрттілік ұғымдарын ізгілікті іргетас ете отырып, түркі дүниесінің тектілік тағылымын, моралдық кодексін кескіндеп, кешендеуге болатынын бәтуалай байыптап қайта-қайта ұсыныс жасап жүрген бекерден бекер болмаса керек. Адамзатыңыздың асыл кітабы Құран Кәрімде де, Мұхаммед пайғамбарымыздың хадис шәріптерінде де ең көркем жаратылыс адам делінеді. Көркем жаратылыстың көркемдігі ең әуелі мейірбандылығынан, яки абайыңыз айтып отырған 5-ші асыл іс рахымнан білінер. Жиірек жазатынымыз рас, осы күнгі адамдарыңыздың жан дүниесі, қарым-қатынасы қатыгезденіп, мейірімі, яки рахымы азайған үстіне азайып барады дейді. Махаббат пен зұлымдық адамзат жаралғалы арпалыста ғой. Алайда тап қазіргі заманда атышулы арпалыста неліктен аярлық пен алаяқтық, қатыгездік пен қараулық, құнығушылық пен жандай шаптылық, жемқорлық пен нашақорлық, бәлеқорлық пен жалақорлық жеңіп кете береді. Аққа құдай жақ табынушылық адамдарды да, қоғамдарды да билеп иілеп алды дейді. Жарайды. Қарасуды қайнатып, мынау ғажап дүниеге қара баяуды қалыңдатып жаға берейік. Мейірім, қайырым, рахым сияқты сапалар, қадірі зор қасиеттер кез келген пенденің болмысына біте бермес. Әр адамның құдайы өзінің арғы дегені данышпандарының талай-талайы айтыпты. Айтыптың зары әрине, бірақ бұл қағиданың құлаққа қонатын астарын аңғару айып емес секілді. Ар-ожданымыздың аударсаңыз, араб тілінен тәржімаласаңыз табу деген ұғым екен. Ар-ождан өзіңнің шынайы таза табиғатыңның табуға, Алла тағаланы тануға саятын сапалық сипат. Имамдардың имамы Ғазали ұждан, ар, рахым хақында небір пайымдар қалдырыпты. Ар-ожданның Абай айтқан жүректің ишарасын сезбей, айтқанын аңғармай, құлақ қойып үлгермей қалатындығымыздан көбіміз мейірімнен махрумда екенбіз. Бәрібір көркем мінез, қайырымдылық, мейірім, рахым мәңгілік. Өйткені олар ең әуелі жаратқан иемізге тән. Жаратқан ие жер анаңызды күллі ғарышты негізінен мейірбан, адал, қарапайым, алдау қоспай, еңбектенетін абзалдар, ізгілік пен ізденетін ғалымдар, қақтың қақ жолындағы қақымдер үшін ұстап тұрыпты. Сақтап келе жатыпты. Тірі адамның жүректегі аяулы жері бар. Бар ма? Рахымдылық, мейірбандылық, әр түрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса да, демек бұлар жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қылады дейді Абай. Қайрат, ақыл және жүректі таластырғанда абайыңыз айналып келгенде жүрек шіркінді жақтап шығады. Жүрекке жеңді жеңдіреді. Мейірбандылығыңызбен меңзеп, рахымшылығыңызды, рахымыңызды риясыздандырады. Риясыздайды. Ғылымды көкке көтеріп кестелейтін
үш өлеңінің бірінде ғылым дейтұғын ғайыпқа оралып отыратын қара сөздерінің де көпшілігіне ғылымды арқа өтетін абай кенет мұңдасып шер тарқатар кісі болмаған соң ғылым өзі бір тез қартаятұғын күйіп деп аспандағы әспетін жерге бір-ақ ұрады. Бұл орайда да кісідегі жүректі, жүректегі жылы барлықты, риясыз рақымды көксеу көрініп тұр. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асылыс көнсеңіз. Неліктен осы бесеуін сөз деп жазбай, іс деп мәнерлеген? Мәнісі неде? Әрине, адамзаттың абайы алашын, қазағын нақтылы іске шақырды. Оқиық абайды, орынбай айтқанын іспен. Бес дұшпан, абайды оқы таңырқадан, абайды оқы орында дегенге көшер кез келді. Автор. Өсек. Бес нәрседен қашық бол деген данышпаныңыздың бес дұшпанын бес саусақтай білмек жөн. Олар өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек және бекер мал шашпақ. Қазағыңыздың қаны таза, тегі асыл, шынайылығы басым, уәдеге берік сөзі мен ісінің арасында алшақтыққа жол бермейтін өзгеше жұрт екенін, басқаларды былай қойғанда 17 ғасырымыздағы орыс орман зерттеушілерде зерделей келе мойындауға мәжбүрленген. Қырғыз қайсақ, қара қырғыз, өзбек және сарт дейтұғын жұрттарда салыстыра отырып, сипаттама бергендердің талдамалары да осылай ой қорытады. Таң қаласыз тіпті, сонда абайыңызды азапқа буған кесел, кесапаттар қайдан пайда болды? Дерттер қалай дендеген? Әрине, басқыншылықтың, отаршылықтың ойрандары, алпауыттардың аярлық саясаты аз ұлттарды бір-біріне айдап салып, бірін-бірі жойып жіберуін көздеген ұлттық уағыздарға у қойып, жүздердің, рулардың, тайпалардың арасына іріткі сеуіп, өзін іштен кеміріп жеп тынығуына жетпек мақсаттағы тынымсыз жымысқылығы мен тіміскілігі қайран қазағыңыздың да қадірден, қасиеттерден жүндеп түтіп жұғатқандай. Орыс ойрандап, қалмақ қағынып, қоқан қақаңдап қаншама жыл билеген. Жағымпаздық, жандайшаптық, опасыздық, сатқындық, арызғойлық аурулары обадайын ойшыратқан. Осылайша өсек дейтұғын індет те ішіңізге кеулей кіріп, індете жайлаған. Жағымпаздық пен жандайшаптық және сатқындық үшін де өсек дегеніңіз өзгеше құралайды. Қайсақ, қассақ, қазақтың қан тазалығы, тектілігі сақтала тұра, құлық-құлықтары мен мінез машықтары марқұм мүлде сансыраған сипаттарға көшіп үлгерді. Сөзінің де, өзінің де қадірі кете бастады. Сөзі мен істің арасынан алшақтап, сана сапасындағы қарадақтар қабынды. Өсек өршіді, ғайбат қағынды. Адамзаттың абайы өсек дейтұғын дұшпаныңыздың әбден басынып, басқа шығып қайраңдаған тұстарында өмір кешті. Адамдықты түбетіп көтеріп, надандықты ашық әшкерелеп, мақсаттап, ұлттың олағаттандырмаққа мұрат тұтқан, қақымыңыздың көре алмаған, бақ күндес болған жандағы жақын адамдары да, алыс адамдары да өсекті қару ретінде қараулықпен қолданды. Абайыңызға қарсы өздерінің ырбаңы бар ма, пышпышпағы бар ма, гүлдегі бар ма, дүрілдері бар ма, сонысынан дүниедегі ешбір қызықты нәрсе бар ма деп ойламайды. Ойласа да
бұрала алмайды. Егер сөз айтсаң, түгел тыңдап тұра алмайды. Не көңілі, не көз алаңдап отырады дейді Абай. Көңілімен көз алаңдап, сөзіңізді түгел тыңдап тұра алмайтындарға кенет өсек соғыңызшы. Қалай құлақ асып қоймас. Өзі пәле шығаруға пысық, яки сондайлардың сөзін естігенім, білгенім деп елге жайып жүріп, ырбыңдауға пысық өнерлерге қосылғандай көрінеді дейді Абайымыз. Өсекті өнер деп ұғынатындарды әшкерелей отырып, ырбаңшылдар мен ыржаңшылдарды қайталай жазуында қара сөздерінде ғана емес, өлеңдерінде де тасыса өсек, ысқыртса кесек, құмардан әбден шыққаны деген деңгейіндегі жолдардың да еселеуінде мәніс көп. Алаш ардақтысы рухани реңіміздің үнемі кіргізіп тұратын танитын тұлғамыз Ахмет Байтұрсынұлы да кезінде осы өсек пен ғайбаттан күйіп жүріп бүйдегені. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарғасқаны атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен өз аулымның иттері үріп қапқаны. Өсек өнері өршіген, өршелене үрген, ұлтты үрейлендірген отаршылдық 100 жылдықтары, тоталитарлық 70 жылдық әдейі жасаған ашаршылдықтар мен репрессиялық саяси қуғын сүргіндер, өзге де запыранды зобалаңдар артта қалды. Дейміз, алайда Абай айтқан дұшпанды дос тұтып, өсекке өзегімізді суырып берген бірегейлікпен болатындығымыз ешқашан ажырағымыз келмейтіндігін неліктен екен. Бүкіл болмысынан әрбір әрекетінен алаш мұрагерлерінің ерендіктері анық айқын аңғарылатұғын. Асанбай Асқарұлы қорқау қоғамымыздың қарау ниеттілері өсек қайбат пен өтірік арыздың құрбанына айналдыра қорлап 4,5 жыл түрмеге қаматып қойды. Өсекті өнерге балайтын, өсектен өзгені тыңдағысы келмейтін өсек іздеп, не көңілі, не көз алаңдап отыратын кесел кесапат келешекті кесетінін, кесе көлденеңдейтінін сезе тұра, сезінбейтініміз қам нөмірі бірінші дұшпаннан безінбейтініміз қалай. Сағындым жаным, мен сені, көркіңді жүрген қуаныш қылып, мен дейме екен, бармаған шын інім болсаң, баспырма жаным өсек қайбатқа бораған деп, шырқырай шарқ ұрдау қазақ поэзиясы теңізінің ақша қаласы Айбергенов төлеген. Апырай дейсің ғой, аң таңдана Айбергенов дейін ақ жүрек ақынымыздың айналасында да өсек қайбат бораптау. Мына менде дос жоқ деп жазды қазақ қара сөзіндегі қайталанбас шайырымыз, көркемдіктің кербұғысы оралқан бөкейіңіз. Ойпырай дейсің ғой, ойпырай, төлеген таланттың төңірегіндегі бораған өсек қайбат, адам сүйгіштігі һәм алаш сүйгіштігі алабөтен ай мүйізіңіз оралқанды да орағанын қараңызшы. Айтпақшы, ақынды адамзаттан дос болмайды дегенді алашшыл асылыңыз, ерен есіліңіз Мағжан Жұмабаевты айтып кеткен. Мына бүгінгініңізде ел өзгерген, жетілген, өскен, көп көрген жақтарынан қазағыңыз мұндай мерейлі мемлекеттік белестерге шығып көрмеген, биік беделдерді иемденбеген, сонда да өсек қайбат етектен тартадай десеңізші. Өтірік, біздің бір апатайымыз болды. Марқұм қызық кісі еді. Адамдарды бір-бірімен жақындастырып, ұрысқандарды татуластырып жүретін. Сол апай зияны жоқ, залалы тимейтін өтірікті сықпыртып соға беріңдер, кешіріледі дейтін.
өзі өтіріктің зиянсыздарын заулатып жиі қайталай беретіндіктен кейбіреулерін шыңдай көріп сеніп қалып әжептәуір әлекке түсіп әуреленетін. Бүгінде сумақай суайттар көбейген. Өтіріктері зиянсыз болса мейлі ғой. Жалғаншылдық, жылпостықтары жаман. Көріп біле тұра кешіріммен қарауға мәжбүрсіз. Мұхаммед пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, хадистерінде кешіре бер, кешірімді бол, кешелер кешірмесе де кешіре біл дегенге дейін аманаттары аз емес. Қазіргі қаптаған өтірікшілерге де осы тұрғыдан қарамаққа ұмтыласыз әрине. Алайда аурулары алқынғыш, бықсық пен былапытқа оранған өтірік өртіне өршейді. Бықсықтар өтіріктің өзіне айналып алады. Өтірік өсектейтұғын жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құрып, соның сойылын соғатындай сезіледі. Бықсыма былапыт өтіріктер белең алған жерлерде жақсыларыңыз бен жайсаңдарыңызға жала жабылып, адалдарыңыз бен абзалдарыңызға күйе жағылады. Бықсыған өтірік, қаулыған қауесет, жалған ақпарат жасап шығарудың жымысқы жолдары өте көп. Бықсыған өтіріктер мен өсектер бұқсыма пиғылдан бұжынайды. Бықсық адамдар да, сусыма суайттар да, бықыған бәле бәтірлер де көп болды. Олар әңгімелерінде де, әрекеттерінде де алдау қоспай, аярлық араластырмай, бықсытпай жүре алмайды. Өмір салттары солай, өтірікті өзгеше пайдаланып табыс табады. Бизнеске айландырады. Ондайлар шындықты, адалдықты, абзалдықты, ізгілікті, әділдікті жақтырмайды, тіпті жек көреді. Шын таланттылар мен дарындыларды көре алмайды. Жау топтып, жауыздық жасайтыны да осы себептен шығар. Оны айтасыз, бүкіл байтағыңыздың, ел жұртыңыздың, мемлекетіңіздің жасампазда жарқын жақтары өтірікпен өреленген бықсымаларға онша ұнай қоймайды. Іштерін үнемі қызғаныштың қызыл иті тырналайды. Елдің бақ берекесінде, біреудің байлығында, барлығында, білім биігінде, еңбекпен қол жеткізген жетістіктері мен жеңістерінде, жемістерінде қызғанады. Өзгенің қуанышына да өз қуанышындай қуану адамның ең қымбат қасиеті деген ниетті мөлдір қаламгер Немет Келімбетовтың қағидасына жымысқы жалғаншылар жауға қарайды, жасырмайды. Және олардың қуанса да өтірік қуанған сыйды, жалған жымияды. Өтірік жылайды, өтірік құттықтайды. Көп жағдайда жалғыз ғана жалғаншаңыз, бір ғана бықсыма өтірікшіңіз, бүкіл бір отбасын, бүкіл бір әулетті, ұжымды немесе ұйымды ғана емес, айнала ауылыңызды, көше көңіліңізді, тұтастай аймағыңызды, тіпті түгел өңіріңізді бықпырт дегендей бүлдіріп, бұлғауы бек бәлкім. Бықсыта берсе, өтірікті өрістете, өжеңдетсе, себебі сол өтірік пен өсекке бықсыма болжырамаққа иланатындар көбейді. Жалғандыққа жаппай құлақ қоятындар еселенген. Өтіріктің өңмеңдеу өзгешелігін, жылпостылығын, жандайшаттылығына шашуын кейде кәсібиліктің, кәсіпкерліктің көріністеріндей, осы заманғы пысықылықтың белгілеріндей бағалаушылықтың жиі кездеседі. Өтірікті шынды құдай ұрғандай етіп, бағатындарды да, алаяқтарды да пайдаланып кететін кездердің пысықайларды көре тұра, біле тұра, бәледен аулақ, бетбақтық жырақ,
машайықтан қашайық дейтіндеріңіз де бар рас. Беттеріне басуға бетбақтығыңыз жетпес, шындықты шыжғырмаққа жүрек шіркініңіз шыдамас, сондықтан өзіңізді де өтірік алдайсыз. Ашық кетпектің орнына жалғаншы жылпосқа, бықпыртшы бықсымаға басыңызды шылғымаққа мәжбүрсіз. Шылғи өтірікке шыдай етіңіз өледі. Шырқырай жүрегіңізде көнеді. Өршелең өжең өтірік бықсыма мен бықпырт жалғаншы жандай шаптық жеке адам надан түрінде ғана емес. Алуан ақпарат көздері, мән бұғаттық басылымдар, қымбат қағаздарды қор еткен қалың кітаптар, тасқа басылған басқа да безбүйрек бірдеңелер, тасжүрек туындысымақтар түрінде де, сондай-ақ өз жеріңізде ғана емес, өзге жұрттардың да тарапынан шығатын бақ және эбақ арқылы да ақыл ойларды жаулап, сана сезімдерді буып жастайды. Зиянсыз, залалсыз өтірікпен қазақы қырық өтіріктің рухымен жылап көрісесіз. Қазір өтірік яқи өтекең деп көп реттерде қатерлі ісіктейін кеулеп кетіп барады ғой. Абайыңыз осынау екінші нөмірлі дұшпаныңызға қарата өтірік арыз көп берсе, өтірік өсек мақтанға ағып тұрса, бейне су терең ой, терең ғылым іздемейді. Өтірікпен өсекті жүндей сабап, өтірік шағым толды ғой, өкінер уақыттың болды ғой деп әшкере әйгілеген. Өлеңдерінде ал енді 40-шы қара сөзінде қазақтың шын сөзге нанбай, құлақта қоймай, тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге өтірікке сүттей ұйып, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп, ұқпай, тынбайтыны қалай деп қапаланады. Қазір қандаймыз осы? Мақтаншақ. Әргі көйде кетпей жүрген сұрақтар болады. Мәселен ки әрқайсымызда да кенет Абай қазіргі қазақ ішіне қайта оралып келсе, қайран жұрты туралы не дер еді дегенді жиі ойланқырап қоятынымыз рас. Естіп байқап, өз ішіңізге қам өңгілеп жүрсіз. Біразырақ бұрын Қазақ әдебиеті газетінде осы тақылеттес тақырып қозғалды. Сұхбатқа қатысқан Ағадыл академик Сейіт Қасқабасов та, белсенді саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов те, айтулы абайтанушы Жабал Шойынбек те, өткірдің жүзіндей шынайы журналист Қасым Аманжол да терең ойларға беріліп тебіренген. Қандай кемшіліктерді көрер еді дегенге байланысты төртеуі де негізінен жағымпаздық, мақтаншақтық, кеудем соқтық, сатқындық сияқты мінез құлықтарға баса назар жыққан. Шектен тыс мақтан өйлік пен жандай шаптыққа ғана мақтанушылық мазасыздандырған танымал тұлғаларымыздың бәрі дерлік Қазекеңнің сапасы артқанына, ұлттың ұлағаттылығына, тәуелсіздігіміздің тұтастығына табыстырған абайыңыз айтарлықтай-ақ қуанар еді деген пікірді де дәйектей дәлелдейді. Біздің бұрынғырақтан байқайтын бір жағдаятымыз бар. Ғажабы сол, адамзатыңыздың абайы терең зерттеп, терең ерен еңбектер жазып, жұмбағына бойлаңқыраған кіміңізге де ешқашан бос мақтанба, мақтаншақтыққа бой алдырмайды. Данышпан ойшылдығы, қақтағаланың тебірене толғайтын қақымының парасат мұхитындағы талмай жүздеген жауһарларыңыз, абайға тереңдеу арқылы шектен тыс мақтанға, өлшеусіз мақтаншақтыққа бой алдырмайтынын, абзал қасиетті
қандарына қалтқысыздығымен қойып, сүйектеріне сүйіспеншілікпен сіңіртіп алатындай ау болса. Бағамдап, байыптап байқаңызшы, бәрін түгендемей-ақ бірнешеуін ғана тізімдегеннің өзінде дәлелденіп тұрады. Абайтану ғылымының алыбы теңдесі жоқ титанигіңіз Мұхтар Әуезовті алыңыз. Қайран Қадырден ағамыз Қайым Мұхамеджановты еске сүріңіз. Жауан мәрттілік жөнінде талдама берген Бекемтас Мырзахметұлын зерделеңіз. Абай сыншылдығы мен шыншылдығы, жаңашылдығы қаншама қырларынан қайымдаған Сейіт Қасқабасовқа қараңыз. Абайтануға һәм Құнанбайтануға және Алаштануға қайталанбас қарқын қосқан тыңда тосын ағыстар арналаған Тұрсын Жұртбайды тыңдаңыз. Ғашықтық құмарлықпен ол екі жол әуеніне ән жазып, әуелеткен өзі де анық абайыңызға ғашық болған қаншама жұртты данышпаныңызға ынтық еткен Тұрсынжан Шапайға үңіліңіз. Қайсыбірін айтпай-ақ Құдайға шүкір. Құнанбайұлын зерттеушілер яки абайтанушылар аз емес, солардың бірде-біреуі мақтаншақ емес. Мұхтар Әуезовтейін әлемдік деңгейдегі кемеңгеріңіздің бастап мың мәртебе масайратындай тірлік тындыра тұра, Әуезовтің өзі абай айтқан мақтаншақ дейтұғын дұшпанға бой алдырған жоқ. Мақтанғаннан аулақ болған өтті. Қайымаға да қарапайымдылығының танбаған мекем көкеміз де ойпырай мінайы мінезінен теттейде ауытқымайды. Қасқабасовыңызда қасқа тісін көрсетіп, ұяла күлімсірейді. Мақтанғандығысы сол ғана, Тұрсыныңыз түнере түйіліп, ылғи Шапайдың да шаттанар шағы шамалы. Мақтаншақ дегенді абай бес дұшпанның қақ ортасына қойған, өңкей жалған мақтаны мен шынның бетін бояды. Бұл сөзімде жалған жоқ. Айтылмай сөзім қалған жоқ. Мақтау жел сөз жанға қас. Қошеметшіл шығарған бір мақтаса тоқтамас. Ел табылса құмарланып, адам бір боқ көтерген боқтың қабы, боқтан сасық боласың өлсең тағы. Мен сен тең бе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі соның бәрі. Осылай жалғаса береді. Айналайын абайдың туындыларын терең ой жібермекке тырыссаңыз, өлеңдеріндегі өрнектері дамытар дарын айрықшылығын 45 қара сөзінен аңғара аласыз. Анық абайыңыздың өз болмысында да бір түйір бас мақтан яки мақтаншақтық жоқ екендігіне көзіңіз жетеді. Жалған дүниеде жалпы адамзатыңыздың мақтанғанды және мақтағанды шеккі жек көрмейтін анық. Әсіресе ақындарыңыз бен жазушыларыңыз, журналистеріңіз бен актер режиссерларыңыз, композиторларыңыз, әнші күйшілеріңіз, ғалымдарыңыз, спортшыларыңыз, тағысын тағыларыңыз мақтағанды, марапаттағанды да айрықша жақсы көретіні аяндыр. Шабыттандырмаққа, қанағаттандырмаққа, ынталандырмаққа қарабақ жеткен шығар. Сондықтан да ардақ тұтып, алғалап, арқадан қағып, сый-сияпаттар жасап, қошемет құрмет көрсетіп, мерей тойларын өткізіп, мерейлерін тасту елдіктің белгісі. Десеңіз, қазіргідей қым қуаттанған адамдардың жаны қарым-қатынасы қатыгезденген заманда жылы сөзге, шынайы пейілге, ыстық ықыласқа кім-кіміңіз де зәру.
жақсы сөз, жарым ырыс дейміз. Қашаннан ақ Қазекем өнер адамдарына өзгеше көзқараспен қараған. Қандай салаларда да жеңістерді, жетістіктерді, озықтарды бағалаған білгенге, бағасын бере білгенге, көкжиекті кеңейтушілерге де көре білгенге, 11-не марқайып бір-біріңді бауыр көріп тартқанға, біріңді-бірің батыр дескенге не жетсін ай шіркін, не жетсін. Абайыңыз біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген осылай түйіндеген ғой. Бірақ бос мақтан бәрібір біздің қазақты жақсылыққа апармайды. Көл-көсір, көл-күрлік, көке кезеулене, кеулік көпіру керек пе? Өтірік мақтау, шексіз мақтан көйлек, даңғойсарлық қайда? Қайғырға соқтырар пендеміз ғой бәріміз. Өсектен де, өтіріктен де, мақтаншақтықтан да сау емеспіз. Бірақ бәріне де өлшеу болмаған нәзім. Өлшеуімен, мөлшерімен асса, абайыңызды абайлағандай боғы шығады. Мақтаншақтық пен мақтамақтың миын шығарып жібергенде жақтарымыз жоқ емеса осы ағайын. Еріншектік. Абайыңыздың айтуында есірген еріншектен асқан кесепатты кесел жоқ. Сабырсыз арсыз еріншек, көрсе қызар жалмабыз, сорлы қазақ үшін алтыбақан алабыз дегенде осы. Еріншектік ездігінен көпкес көнбекті, үкімдегенде қақымыне күллі адам баласын қорғылатын үш нәрсенің қатарында абай еріншекті ерекше келтіреді. Еріншекті күллі дүниедегі өмірдің дұшпаны, талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәр осыдан шығады. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дайым уақытынан кеш қалып, әй, әттеген-ай, үйтуім керекен, бүйтуім керек екен деп, өмір бойы ғафил болып отырғаныңыз осы. Осы жолдарды қайтадан оқып, ойға түсіресің. Кенет терлеп қоя бересің ау. Әй, әттеген-ай, деп бармақ тістейсің. Еріншектікті мойынға мінгізіп, марғауланып талай тауларға шыға алмай қалғаныңа күйініп көрсінесің. Біздің аймақта бұрынғы бүйрек бастау кеңес кезіндегі Жаңаталап ауылында туып өскен, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, ауыр жараланып оралған, ауылдарды өрге сүйрескен, кейіннен ел ағасына айналған Ережеп дейтұғын көкеміз болушы еді. Ауылда жүріп ақ Алматыдан келетін академиктеріңізбен иығы теңесіп, көрінер кемел кісі тұғын. Сол ағамыз ауылдардың, ауданның талай-талай көген көздерін тәлімдеп тәрбиеледі. Сөзімен де, ісімен де, отбасы арқылы да, әулетінің әуезімен де өнеге мектебі бола білді. Айтып отырушы еді ғой, ешқашан еріншектікті мойынға мінгізбеңдер, түсуі қиын болады деп. Бүгін бітетін істі еш уақытта ертеңге қалдырмаңдар деп. Ұрпақтарын да айнала төңірегінде еңбекке, ерінбеуге, білім іздемекке баулыды. Ол қыздарын жақын жуықтарын ғана емес, басқа жұртты да кетпен күректен ерінбеуге көттеп, қара жұмысқа жұмылдыра жүріп, асарларды да басқарып ағалық жасар еді ғой. Соның өзінде сонау 60-шы жылдардың ортасында білім басты капитал дегенді жиі айтатын. Ерінбей істеу беру керек қой, бір-екі қара тапса, мал бөге қалған кісімсініп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншектік салқау салғырттыққа, кербездікке салынады дейді Абай еріншектік туралы ережелей түсіндірмекке тырысып. Еріншектік есігінен төріне дейін жайлап алған жалқы отбасылар ауылдарда да, қалаларда да аз болмай тұр.
тап қазіргі заманыңызда, қарбаласқан қоғамыңызда, жаппай ұмтылыс пен құлшыныс басымданған еліңізде де еріншектік есер дұшпандығынан жаңылған жоқ. Бір ауылды алайықшы. 50 шақты үйінің бейнетқорларында 20 шақты жылқы тайғұлындары мен 10 шақты ірі қарасы тана торпақтары мен 70-80 қой ешкісі үй берекесін кіргізулі. Бала шағасын оқытып, бір қаншасына ауданнан, қаладан, тіпті астанаңыздан үй жай әперіп, тойларын жасап, келіндерінің құрсақ шашулары мен шілдеханаларына деген өткізіп, құда жекжаттарының ынтымағын нығайтып, тату-тәтті тіршілік кешіп жатыпты. Орташалары жаман емес, олар 30 үйден асады. Ал енді кербез кедейлерінде береке жоқ, олар 10 шақты тас бүркеніп ұйқы соғу, арзан араққа құнығу, карта ойыны мен ойысу, әктелмейтін, тазаланбайтын иіс қоңыстан арылмайтын үйлер. Қираған қора қопсы, қисайған шарбақ, қара сорға мен шоңайына басқан үйіргілік телімдер, жерден жігер аяпаның қорайын көтеруге ерінетін егделер. Қалаға қашып, онда да түк таппай, қылмысқа ұрынып, сотқа тартылған сотқар бозбалалар, әлдегімдердің арбауына алданып, құрсақтарын томпайтып, қайта оралған қыздар. Еріншектіктің есерлігі күрделеніп кеткендей, тер төкпестен, маңдай терлетпестен, жан қинамастан ұят аятсыз ақшалы болмаққа жанталасу. Алаяқтық, алда барбау, ұрлау, бопсалау, тіпті тілемесекпен сұрамсақтық, құйтырқылығы қағынған қайыршылыққа деген бәрі абай ежелеген еріншектіктен күшік деген кежік кекірлер. Еріншектік туралы ойлағанда, айтыңқырағанда көбінесе қара жұмыс жағын, екі қолға бір күрек жағдаяттарын елестетуіміз ғой. Шынтуайтында ең үлкен кесір еріншектік. Қай салада да сананы сансырататын, сапаны төмендететін дүние. Жан қуаты басында кішкене болады, ескермесе жоғалып кетеді деп, ескерсе күтіп айландырса зораяды. Жан қуаты мен адам қасыл қылған өнерлері де күнде тексерсең, күнде асады. Көп заманда тексермесең, тауып болған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің сол мезгілдерінде де бір басқаға адам болып кеткендігіңді білмей қаласың, дейді данышпан. Ойпырым-ай десеңізші, өнерін жоғалтқан, басқа адам болып кеткен атақтыларыңыз аз ба? Басқаларымызше қайған қақыма баяй. Бекер мал шашпақ. Айналайын, абай кенет тіріліп келсе, бүгінгі адамды, бүгінгі қазақты көрсе қайтер еді? Не айтар еді? Деп қоятынымыз рас, мұны жоғарыда да жайбағыстаған болған едік. 5-ші нөмірлі 5 дұшпан бекер мал шашпаққа байланысты әдейі қайталап отырыппыз ғой. Иә, егер абай тіріліп келсе, бұдан бұрын да меңзегеніміздей қазағының жетілгеніне, елдігінің артқанына, көсегесінің көгергеніне қатты қуанар еді. Әрине, қуанып алып, қатты ренжіп, бетті бастым, тұра қаштым демесе де, ойып ойларын ортаға тастар еді ғой. Бекер мал шашпақтың асқынып кеткеніне күйініп, кеселді түйін шешілсе, керден ойын кесілсе, келмей кетпес кезіне, ол да Құдай пендесі, түспей кетер деймісің, Тәңірдің құрған тезіне дермеді. Осыншалықты орасан зор толағай табыстардың тасасындағы қоныққан құлқын, керден мойын, жемқорлар мен парақорлардың соншалықты ардан безгендігі қалай. Қайран қазақтың несібесінен миллиардтаған долларларды жымқырғандардың шет жұрттарға жылыстап кетіп, жай барақаттататыны қалай.
қанағатсыздықтың, құнығушылықтың, тойымсыздықтың, тоғышарлықтың, қулық сұмдықтың, сатқындықтың, сыбайласқан жемқорлықтың үйреншікті жағдайға айналғанын қалай? Тәуелсіздікке зорға қол жеткізген қазағым қайран жұртым, жемқорлықтан ісініп екі ұртың, аш көздіктен айналып мұртың, кетірдің ғой еліңнің сыйқын сұрқын. Мұның қалай? Демер меді қайран абай? Қара сөздеріндегі қалайлап қояр сансыз сауалдарын қайталап, қаһарланып алып, арамдықтан жамандық көрмей қалмас, мың күн сынбай, бір күні сынар шөлмек меді ғой. Бекер мал шашпаққа байланысты баяғы заманда абайыңыз бейдеді. Ел қағынды, мал сабылды, ұрлық өтірік гу де гу. Байы баспақ, бейі саспақ, әулекі аспақ, сыпырағу. Ала шардақтысы адам ақлағы мен ұлт мінезі қақында үнемі уайым шеккен шебер қаламгеріңіз Жүсіпбек Аймауытов қазақтың жоққа сенгіш жатқа жем өзінен шыққан жақсыны сыйламайтын бақ күндес, бөспе бәсекекшіл айран көз, айтқанды оқпас ақпағылақ екендігін аяусыз шенеп сынаған. Бекер мал шашпақтан шығады ғой, кейбір жада халық жазушысы ұлтының сүйікті суреттері. Көркем сөзіңіздің көшбасшыларының бірегейі қазақ журналистикасының қолбасшысына айналған Шерхан Мұртазаны шымкенттік бір байшегес той ашқызбаққа Тараздан шақыртып алдырыпты. Шераға, тояшарда не демексіз депті қарап отырмай. Не айтам? Алла аузыма не салса, соны айтам деп ашуланып. Той басталды, сөйледі Шерағаң. Адамдық пен надандық араласқан заманда Алла сендерді надандықтан сақтасын. Тектілік пен тексіздік текетірескен қоғамда Тәңірі сендерді тексіздіктен сақтасын. Көргенділік пен көргенсіздік кескілескен кезеңде Құдай сендерді көргенсіздіктен сақтасын деп 7-8 минуттай мақамдап, Мұртазаңыз 600-ден асатын жұртты сілтідей тындырды. Аға, тамаша шықты. Ғажап болды, біз неге өстіп айта алмаймыз дедік. Шерағаң мұртынан мырс етіп, Алла ауыз таңдамайды деп кім айтты саған деді. Той иесі байшегештен сұрадық. Анау шетелдік екіншіге қаншадан бересіз? $20,000. Алматыдан алдырған 6 ән шырқаған атақты қарындасымызға ше $6,000. Ал Шерағаңа ше дедік. Немене, ол кісіге де ақша беру керек пе? Шапан жаптық қой деді бағланымыз. Әнекейіңіз солай. Жүсекеңнің жатқа жем өзінен шыққан жақсыны сыйламайтын бақ күндес айран көз ақпағұлақ дегенді неліктен күйініп тізгеніне түсіне түсесіз әлгіндей әулиекілікті көргенде. 5-ші дұшпаныңыз бекер мал шашпақты абай болыс болды менекейінде мәз болады болысыныңда. Партия жиып мал сойсаңда шашты малында. 8 аяғында заман ақыр жастарында қысқасы 5 өлеңінің бірінде және қара сөздерінің көпшілігінде мәністеген. Қазіргі құбылыстарда да, бүгінгі сайлауларда да, күнделікті тұрмыс тіршіліктерде де, қырда да, ойда да, тойда да сол сырқаттар сүйек сырқыратады ғой шіркін. Тәуелсіздікке тәубедей отырып көп кілдипандарға, көбірткелерге күрсіне кіртігесіз. Данышпан хақымның иман гүлін, жауан мәрттілігін, ғаділет пен Тәңірінің тезі қақындағы үкімін үкілейсіз. Абай әспеттеген Сократыңызда әр адам өз ісімен адал айналысқанда ғана әділ қоғам орнайды деп армандаған екен.
ел бұзылса табады шайтан өрмек, періште төменшіктеп қайғы жемек деген өрнектеген абайыңыздың Алаштан, Қазақтан шыққанына мыңда бір шүкір. 5 ғасыр ісін алға шығарып, біраз бейпаздадық. 5 дұшпанын аздап азаптаған болдық. Азеткер абайды оқып, орындайық демекті аңғартпақтағы азғантай ғана айтпағымыз осы еді ағайын. Артық кетіп, кем шықсақ айып көрмейсіз. Қымбатты тыңдарман қауым, құрметті әдебиет қауым, менің сырлы сөз YouTube каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетулеріңізді сұраймын.